Отандық танымал әнші Қуандық Рахым өткен демалыста сүйіктісін ұзатып алып, желіні шулатқан болатын. Ал бүгінде ғаламтор кеңістігінде жұлдызды жанұяда өткен беташар тойдың суреттері мен видеолары тарай бастады. Белгілі болғандай, жаңа түскен келіннің бетін енесі немесе әулеттің сыйлы қариясы емес, күйеу жігіттің өнердегі досы Төреғали Төреәлі ашқан. Инстаграм желісінің арқасында Қуандық Рахымның жанкүйерлері оның қуанышына өздері де барғандай сезімде болғандарын жасырмады. Ғаламторда ұзатудан кейін орын алған беташар тойдың бейне жазбалары мен фотолары тарап кеткен. Видеодан келін болып түсіп, басына ақ орамал тартқан арудың жұлдызды жолдасымен вальс билеп жатқанын көруге болады. Оған қоса беташар кезіндегі бір қызықты жайт желідегілердің назарына ерекше ілікті. Анықталғандай, жас келіннің бетін ашу мәртебесі әдеттегідей жігіттің анасына немесе көпті көрген қарияға берілмеген. Қуандық Рахым өмірлік серігі ретінде таңдаған аруының бетін ашуды өнердегі және өмірдегі досы Төреғали Төреәліге сеніп тапсырған. Ол жарының бетін көпбалалы әншінің өзі ашқанын қаласа керек. Төреғали жаңа түскен келіннің бетін қасиетті домбырамен ашқан. Қуандық Рахым құрдасының 4 перзенттің әкесі атанғанын ырымдап, әйелінің бетін дәл соған аштыруға бекінген.